Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз негізгі және туынды сын есім қайталау сабағы. Оқу мақсаттары: мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бұл сабақта тапсырмалар орындай отырып, негізгі және туынды сын есімді анықтауды үйренеді. Балалар, су қандай болады? Білесіңдер ме? Кәне ойланып көріңдер. Иә, сұйық және тағы да түссіз, иіссіз, көгілдір, мөлдір және дәмсіз болады екен. Енді балалар, осы сөздерден өздерін ауызша негізгі және туынды сын есімдіктерді ажыратып көріңдер. Келесі тапсырмамыз 13-ші жаттығу. Оқылым. Судың да сұрауы бар. Балалар, сендер де менімен бірге қосылып оқып отырыңдар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірі біліне түсуде. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреулерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінетіндіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалады. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығын әр уақыт есте ұстаған абзал. Түсіндірме сөздік. Өңір. Өңір дегеніміз аймақ, төңірек, алқап. Ал цистерна дегеніміз сұйық затты тасымалдайтын үлкен ыдыс. Естерінде сақтап жүріңдер. Келесі жаттығуымыз 18-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Балалар, сендерден үлкен өтініш, дәптерге көркем, әдемі, сауатты жазыңдар, жарай ма? Келесі 19-ші жаттығу. Мақалды тауып жаз. Балалар, естерінде сақтандар. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есім негізгі сын есім. Ал түбір сөзге қосымша жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Бүгінгі орындаған тапсырмаларды көркем, әдемі жазып, менің WhatsApp желісіне жіберуді ұмытпаңдар. Және де осы ережені жаттап алып, маған аудиомен жіберуді ұмытпаңдар, жарай ма? Сау болыңдар.